Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда бұрынғы Семей облысы Қарқаралы елді мекенінде дүниеге келді. Абай ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Либералды көзқарасын исламға таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Сіздерге білім алушылар, бүгін біз сіздермен қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың шығармашылығынан шолу жасаймыз. Абай қазақ әдебиетіндегі ұлы тұлға, маңдайалды ақын екені, таңдаулы туындылары дүние жүзі поэзиясының ұлық үлгілерімен деңгейлес тұрғаны білген адамға айқын шындық. Ғасырлық бай поэзиясы Абайдың ел қамтылған жүздеген өрен жүйрік жырау, жыршы ақындары бар қазақ әдебиетінде Абайдың орнының ерекше болуы тиіс. Бұл Зәки Ахметовтың пікірі. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбаевтың шығармашылығы. Бүгінгі біздің сабақтың мақсаты қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың шығармашылығын тереңінен ашып түсіну. Болатын болса, Абайдың мына өлеңіне тоқталайық. Менің сырым жігіттер емес оңай, ешкімнің ортақ жоқ жүрсін былай. Нені сүйдім, дүниеге неден күйдім, қазысы оның арымен бірақ құдай. Бір сәтке Абайдың бұл қай өлең екенін ойланайық. Бұл менің сырым жігіттер емес оңай өлеңі. Келесі. Тойған есек шөп топтап маңайдағы, соңырқап шатқа кетті қай-қайдағы, кеңірек өлген өрлеп келе жатып, жолықта бір бұлбұлға тоғайдағы. Бұл Абай Құнанбаевтың есек пен бұлбұл аудармасы. Өмірден тепкі жесем жазығым жоқ, еш нәрсеге көңілім болмаса тоқ. Қайта-қайта оқысам бір дұғаны, сөніп қалған жүректе шаналы жоқ. Күшті жықпақ Байжеңбек әуелбастан қолға түсер сиесі әбден қатыр. Жанайылғы жақсыға қосамын деп әркім бір ет сақтап жүріп айтылады. Бұл Абайдың байлар жиған малын қорғаланып деген шығармасынан алынған өзі болатын. Абай байларды жек көрген жоқ, Абай байларды дәріптеген жоқ. Тек оқуға, білімге ұмтылмаған қазақтың қамын жеді. Абайдың әр өлеңі сүбелі ойға, терең мағынаға қанық. Абай өлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады. Поэма жанрына көп бұйырмағаны байқалады. Қысқа өлеңдерінде табиғат бейнесін, адамдар портретін жасауға, ішкі сыртқы қылық қасиеттерін, мінез бітімдерін айқын суреттермен көрсетуге өте шебер. Қай өлеңнен де қазақ жерінің, қазақтың ұлттық сипатының ерекшеліктері көрініп тұрады. Ислам діні тараған шығыс елдерінің әдебиетімен жақсы танысу арқылы өзінің шеберлік шалымын одан әрі шыңдайды. Олай болса, қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузына тұспауын ұқтым. Бұл теңеудің мағынасында не жатыр? Абай қарапайым халыққа, қазақ халқына не айтпақ болды? Өмір жолы тарсоқпақ білеген жақ, иілтіп екі басын ұстаған хақ. Илмек жолда тиянақ тегістік жоқ, құлап кетпе турашы көзіне бақ. Бұл шумақтың мағынасын ашып жазып көрейік. Мүмкін Абайдың тағы да бір ойлы пікіріне кездесеміз. Енді осы тақырыбымызды бекітетіндей етіп, бір ойды жалғастыратын, солай бір сергіту сәтіне кезек береміз. Абай рухы туған тілдің тілегі, Абай рухы қазағымның жүрегі,
Жыр маржаны жүрегіңді толқытып, намысыңды қамшыласын үнемі. Абайдың шығармашылығы тек қана өлеңнен тұрмайды. Абайдың 45 қара сөзі, 45 кітапқа татырлық үлкен дүние екенін бәріміз білеміз. Олай болатын болса, Абайдың композиторлық, сазгерлік өнері тағы бар екенін біз таныстық. Абай музыкалық мұрасы. Ұлы ақын ағартушы Абай музыкалық саласында да айта қалғандай мұра қалдырды. Өзінің асыл өлеңдерін, қара сөздерін қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа жазып қалдырса, музыкалық жөнінде оның мұндай мүмкіншілігі болмады. Өйткені Абай өмір сүрген кезеңде қазақта музыканың жазба мәдениеті жоқ еді. Халықтық музыка ауыз дәстүрлік қалыпты еді. Сондықтан Абай әндері де қазақтың басқа халықтың ән күйлері сияқты ауыздан ауызға, заманнан заманға ауыса отырып жетті. Болса, мына әуезді әуен қай шығармасынікі? Ал мына келесі әуенші? Материалымызды баяндау мақсатында Абайдың 45 қара сөзіндегі сүбелі ойларға бір жол жасап қайтамыз. Қара сөздердің танысу барысында сіздер қандай өздеріңізге рухани байлық алдыңыздар, нені түсіндіңіздер, не түйдіңіздер, өз мамандықтарыңызға байланысты қандай да бір қара сөзінде айтылған ойлармен кездескен кездеріңіз болды ма? Осы туралы да өз ойларыңызды, пікірлеріңізді келесі сабағымызда білдіресіздер. Абайдың көркемдік, әлеуметтік, гуманистік және дінге көз қарастары терең білінген еңбегі қара сөздері. Абайдың қара сөздері ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүние танымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Абайдың қара сөздерінің тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан. Оның 6-7 үлгісі қысқа болса, қайсы біреуі мазмұн, тақырып жағынан өзгешелеу, ауқымды болып келеді. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарын ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған. Болса, сіздермен кері байланыс ретінде мына сұрақтарға жауап берейік. Сабақтың мақсаты орындалды ма? Бүгінгі сабақта өз мақсатымызға жеттік пе? Бүгінгі сабақта не білдіңіздер? Өздеріңізге не алдыңыздар? Не білгілеріңіз келеді болашақта Абай Құнанбаев туралы, Абай Құнанбаевтың шығармашылығы туралы? Басқа да бір сұрақтар сіздерге туындады ма? Болашақта Абайдың қай қырынан ашуға ұмтылар едіңіздер? Міне осы сұрақтарға өздеріңіз жауап таба аласыз. Абай отандық тарихымыз бен әдебиетімізде аса көрнекті орын алады. Абай қазақтың ұлттық жазба әдебиетінің негізін қалады. Абай есімі дүниежүзі халықтары әдебиетінде Шекспир, Пушкиндермен қатар тұрады. Ақынның мол әдеби мұрасы тек бір халықтың ғана емес, бүкіл адамзаттың рухани қазынасы саналады. Қазақстанда ол Абайдың есімі көптеген елді мекендер мен көшелерге берілген. Алматы ұлттық университетіне, Алматы қаласындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрына берілді. Ол ақынның құрметіне Қазақстан мен Ресей қалаларында ескерткіштер орнатылды. Қазақстанның жоғары оқу орындарында Абай шығармашылығына арналған халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар жыл сайын өткізіліп тұрады. Біз бұнымен Абайды толығымен дәріптеп, толығымен тани алмаспыз, толығымен ұлықтай алмаспыз. Десек те, біз Абайды күнде оқып, күнде танып, күнде білуден қашпауымыз қажет. Болатын болса, үйге тапсырмамызды алайық. Үйге тапсырма: Абай дара, Абай дана қазақта. Абайдың даналығы мен даралығын өз пікірлеріңізбен ессе жазу арқылы көрсетесіздер. Ессе жырма сөйлемнен кем болмауы шарт, ессе қатесіз жазылуы қажет, ой толық әрі нақты жеткізілуі тиіс,
ақынның өзге ақыннан даралығын ашуға міндеттіміз. Ақынның даналығын бір немесе екі сөйлеммен айқындап көрсетуіміз қажет. Ақынның шығармашылығынан өнегелі сөздерді мысалға келтіріп жазуымыз қажет. Ақынның өте талғампаз аудармашы екенін көрсетуіміз керек. Міне осы барлық қажеттіліктер сақталған жағдайда сіздің бағаңыз өте жоғары бағаға ие болады. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды сіздермен аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.